10 хадис. Сүйкімді 3 нәрсе. Анас бин Маликтен, Алла оған разы болсын, риуаят етілген хадисте Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, былай депті: маған дүниеде 3 нәрсе ерекше сүйкімді: әйел, хош иіс және көзімнің нұры болған намаз. Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын: маған дүниеде 3 нәрсе сүйкімді дегенде ең алдымен әйелді айтқан. Өйткені үмбетінің көбеюі мен ислам дінінің құпия сырларын білу әйелдер арқылы болмақ. Мұсылман әйелдер ерлерден сұрауға ұялатын нәрселерін білімді әйелдерден сұрап үйренеді. Осылайша исламның кең етек алып таралуына өз септіктерін тигізеді. Ақыретте ең көп үмбет пайғамбарымыздың, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, үмбеті болады. Өйткені Хазіреті пайғамбар: үйленіңдер, көбейіңдер, нәсіл таратыңдар. Қиямет күні сендердің көптіктеріңді мақтаныш тұтамын деген тағы бір хадисте әйелі жоқ кедей, нағыз кедей. Сонда сахабалар: мал мүлкі көп болса да ма деп сұрады. Пайғамбар: Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, малы көп болса да деп жауап береді. Мұнда пайғамбарымыз үйленіп отау тігудің маңыздылығын білдірген, тілге тиек еткен. Екінші ретте хош иісті айтуының себебі хош иістің періштелердің тамағы болғандықтан, яғни Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, тәндік тұрғыдан әйелдің, рухани тұрғыдан хош иістің сүйкімділігін баяндайды. Бірақ осылардың арқасында намазға ерекше орын берген. Көзімнің нұры болған намаз деген сөзінен мұны айқын көруге болады. Аллах тағала Құранда былай деген: әй мүміндер, сабыр және намазбенен Аллахтан жәрдем тілеңдер. Күдіксіз Аллах тағала сабыр етушілермен бірге. Хадисте баяндалғандай, Хазіреті пайғамбардың, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, басына қиын қыстау іс түскенде намаз оқитын делінген. Намаз дүние мен ақыретте мүміндер үшін көздің нұры етілген. Мүміндер осы нұрдың себебімен жұмаққа кіретіндіктері де айтылған.